Осы кісінің жолын қуып, ұстаз болып, өте жақсы ұстаз болып қызмет атқарып жатырмыз. Енді білгенім 99 емес, біз мектепке келгенде осы сынып жетекшінің алдынан шығып, өз тәрбиелеп, білгенін үйретіп, біз де мына кісінің жолын қуып, жақсы ұстаз болып келе жатырмыз. Сондықтан енді сізге денсаулық тілейміз. Енді қарап отырсаңыздар, өмірдің өзі қайталана береді. Бұл кісінің енді қарап отырсақ, менің өз 3 балама да сабақ беріп, 2 ұлымның сынып жетекшісі болды. Соның өмірдің өзі бір қызық екен. Расында да енді әрі бірнеше шәкірт шығарып жатыр. Сол енді шәкірттерім енді осылай әрқашанда тек қана қуанта берсін сізді. Міне бірнеше шәкірттер келіп жатыр сіздің. Енді денсаулық тілейміз. Енді жақсы, сіз мықты бір жақсы ұстаз анасыз, бақытты ана, бақытты әже деп есептейміз. Міне 3 балаңызды бірдей жақсы тәрбиелеп, бізге үлгі болып отырсыз. Еңбегіңіз жана берсін. Зейнетке шығып жатсыз. Зейнетте жақсы демалып, аманшылық болып, тек қана мына жерде жақын тұрасыз. Енді бізді әрі қарай демалысқа, үзіліске де шайға шақырып деген сияқты. Жақсы демалып кетеміз. Жұман ағаның қатарына қосылдыңыз. Жұман аға енді алаңдамай, жолдасыңыз қасында жүріп, осылай тек қана жақсы демалып кетесіз. Балаларыңызға тек қана денсаулық тілейміз. Әрқашанда сіз коллектив ұмытпайды. Біз сізбен біргеміз. Тек қана денсаулықпен жақсы демалып кетесіз. Құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, бүгін біздің Мейрам Айша мұғаліміміздің зейнеті шығып жатыр. Бұл кісінің Мейрам Айша мұғаліміміздің еңбегі орасан зор. Тек қана сізге жұмысыңыздың жемісін көрдіңіз, енді зейнетін көрдіңіз. Тек қана сізге отбасыларыңызға амандық, көп немере шөбере сүйіңіз, бала-шаға қызын көрдіңіз. Жұман ағаның жанында енді сіздер жаңағы зейнеттеріңізді көріп, мықты денсаулық тілеймін. Тек қана жақсылық, аман болыңыз. Сіздің еңбегіңіз көп бізге. Көп рахмет. Құрметті Мейрам Айша мұғалім, сізді енді ұланның тілегін ары қарай сыныптастарыңыздың жіберген өлең жолдарын оқып өтейін. Құрметті Мейрам Айша ұстазымызға. Зейнет жасқа жетті зымырап, бірақ қимыл әлі жастай шымырап. Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі, күндеріңіз мұң салмасын қырындап. Талай күндер көткендермен өткен күн, қуаныштың нәрі көктен сепкен күн. Талай жылдар тағылымы толысып, еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн. Елінде еңбек қуаныштымыз бәріміз, зейнет жаспен құттықтаймыз. Құлпырады сәніңіз, жалынды жас зейнетін әлі сақтапсыз, қуанышқа ортақ кіші бәрімізде. Сізді бүгінгі зейнет күніңізбен құттықтаймыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жұман аға екеулеріңіз ақсақалды ата болып, ақжаулықты әже болып, немере шөбере қызығын қызықтап, осы зейнеткерлік жасыңыздың қызығын қызықтап жүре жүріңіз. 2001 жылғы тілектеріңіз. Ауылдастар, ұстаздар, бүгін енді Мейрам Айша мұғаліміміздің, ұстазымыздың зейнет жасына шығу кешіне келіп қалды. Енді 2 күн қалған дейсің ішінде. Бір жағынан деуші ұстаздарым, класс жетекшілерім отыр, мұғалімдерім отыр, барлығыңыздың алдарыңызға басымызды иеміз, жақсы көреміз. Біз бір бас болдақ жол араласа, ол сіздердің арқаларыңызды білеміз. Сондықтан сіздерге шексіз көңіліміз толып шыны керек. Енді жалпы Мейрам Айша мұғалім бізде сынып жетекшісі болған жоқ, бірақ сабақ берді. Қазақ тілі әдебиетінен сабақ берді, ол кісінің біз тәлімін алдық. Мына адресатта осы 87 жылғылардың, яғни 2004 жылғы түлектердің бүкіл лебіздері бар. Оны сізге қазір тапсырамын, оқисыз.
біз ешқай жерден көшіріп алған жоқпыз. Таза өзіміздің шынайы жүрек жарды тілегімізді жаздық. Енді келе алмады. Мейрамбай мұғалімнің тікелей ізбасары Демеубай Барауан деген шәкірті бар. Ол кісі де енді бағамен отырғандықтан келе алмады. Бірақ сәлемін жеткізіп тұрмын. Енді жалпы мен Мейрамбай мұғалім, енді бұл кісі әдебиет саласының, мен тарих саласының маманымын, бірақ менің осы тарихшы болуыма да бұл кісінің де бір үлесі болды. Өйткені мен оқып жүргенде бұл кісі маған үйінен өзінің тарих кітаптарын айтып берді. Бекмахановтың кітабы, мен сол кезде осы кісінің арқылы танысқан, Нығмет Мыңжанның кітабы деген сияқты. Сондықтан бұл кісінің маған жалпы әсері, ықпалы өте зор болды. Мен әрқашан құрметтеймін, жақсы көремін, сыйлаймын. Енді жалпы сіз үлкен ұстазсыз. Егер сіз қалада, облыста, Астана өлкесінде үлкен ғалым болар едіңіз, оған біздің ешқандай шүбәміз жоқ. Біз мектеп оқып жүрген кезде сіздің үлкен бір әлеуетіңізді, потенциалыңызды білетінбіз, жоғары бағалайтынбыз. Сондықтан сіздің тәліміңіз алған шәкірттер де осал емес. Шәкіртсіз ұстаз толиды ғой. Солдатсыз генерал болмайды деген сияқты, сіздің ең бастысы өзі жалпы мына жоғары мектепте болсын, ол қанша жерде ғалым болса да, егер бірде-бір қорғатқан шәкірттер болмаса, оны ешкім жалпы толыққанды ғалым деп санамайды. Сондықтан осындай сіздің артыңыздан сізді іздейтін, сізді жақсы көретін, сізді сыйлайтын шәкірттеріңіз бар да, сіздің ұстаздық жолыңыз жасай бермек. Енді жалпы осы біз 2 күн ғана естідік, шыны керек. Мейрамбай мұғалімнің осындай 60-та толып жатыр деген естіп қалып, келіп жатқан жайымыз бар. Әйтпесе ертерек қамданатын едік, тіпті бір топ болып келетін едік. Көбі жұмыс барысына байланысты шыға алмай қалды. Сәлемдерін жеткізіп жатыр Астанада, Алматыда, жан-жақта. Сондықтан сізді бүгінгі зейнет жасына шығу осы мерейлі сәтіңізбен құттықтаймын. Енді әрі қарай осы ағамызбен 100 жасап ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіз. Біздің осы 2004 жылдан атынан сізге осындай керемет картина. Қазақтың қан ойнап тұрған арғымақта қандай тамаша. Қымбатты қауым, мен сіздерге бір-екі ауыз сөз айтып кетсем артық болмас деп ойлаймын. Мына Еркіннің бойындағы ерекше қасиетті айтқым келеді мен. Еркін өзі мына әке-шешесі фермада тұрды да, осы орталықта біреудің үйінде тұрды. Мына жердегі мектептің жанындағы атасының үйінде тұрды. Сонда сол үйдегі барлық кітапты тауысыпты. Бір күні әлгі атасы келді маған, айналайын кітап тауып берші, мына бала бүкіл кітапты тауысты. Мектептің кітапханасының кітабын бітірді. Сосын ойбай ағам, менде де кітап жетті. Содан Еркін біздің үйдегі кітаптың бәрін тауысты. Қазіргі күнде Еркін сол еңбегінің жемісін көріп отырған азамат, өмірден өзінің орнын тапты. Мен Еркінмен әр уақытта мақтанамын. Өйткені бұл біздің аймақтағы белгілі алаштанушы ғалым қазіргі уақытта. Енді Алаш Арыстан деген сіздер өте жақсы білесіздер. Еркіннің алдағы өміріне де үлкен жақсылықтар тілеймін. Өмірден өзінің орнын тапқан осындай азаматтарымыз үшін біз ұстаздар әр уақытта қуанамыз. Тек қана жақсылық болсын, сенімен жақсылықпен кездесемін. Рахмет, рахмет. Қыздар жас көрініп тұр ғой. Жас қой енді. 10 жылдан асып кетті олар. Жолдасым көкелеріңізді бүгінгі сіздердің қуанышты мерейлерімен құттықтаймын.
шын жүректен тек қана жақсылық тілейміз. Біз 2008 жылғы түлектермен барлық келе алмаған қосылған барлық балалардың оқушыларымыздың сәлемін сіздерге жеткізіп келіп тұрмыз. Сізге арнаған өлеңіңізді бір ауыз өлеңді оқып берейін сізге. Зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын, ұстазым. Қызмет деген бір белестен өтіп, құрметті демалыс деген кезеңге жеттіңіз. Қуанышыңыз ұзағынан болсын. Ағайын туыстың құрметіне, қосағымыздың үлдесі мен бүлдесіне, немере мен шөберелердің шу күлкісіне, ұл қыздарымыздың жеңісті шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне бөленген әдемі өмір кешіңіз. Білім беріп өмірге бастадыңыз. Тәрбиелеп ұстазым жақтадыңыз. Бейнеттің сіз көріңіз зейнетін бұл, қуанышта атып әрбір ақтаңыңыз. Зейнет жастың сезіңіз, бар бақытын гүл көктемдей ұстазым. Жайнап жаным, немерелер ортасында шаттаныңыз, жан дүниеңді тербелеп шырқап әнің. Зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын, ұлағатты ұстазым ақ жүректі, амандықта саулықта болыңыз деп, шын жүректен арнаймыз ақ тілекті. Сөз айтайын, тағы да кіріспе сөз айтайын, енді оқушыларымды көргенде айта алмай тұра алмаймын. Мынау менің дәриям. Жаңа мұғалімдер айтып жатыр ғой, облыстық жыл мұғалім байқауына қатысты. Мынау қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерінің арасында облыстық Ақжол деген байқау өткен, олимпиада өткен болатын. Сол Ақжол олимпиадасына қатысқанда бізге видео сабақ жіберу керек болды. Сонда мына Дәрия мына кімдер Айдана бар, барлықтары ол кезде 5-ші сынып қана оқиды. Біз сол 5-ші сыныптағы Абай атамыздың Қыс деген өлеңінің өткізілуін 45 минутты түсіріп, сол видео роликті жіберген болатынбыз. Сонда ана видео роликті көріп отырған, жарысқа қатысып отырған ұстаздар бар, сондағы жюрилер Дәрияның ерекше қабілетіне таң қалған, сонда сабақтың ішіндегі. Бұның әртістік қабілетіне, мәнерлеп оқу шеберлігіне, мынандай тамаша оқушылар бар, қандай бақытты ұстазсыздар деп ерекше таң қалған болатын. Міне мынау сол менің Дәрия, бүгін келіп тұр. Менің жолымды сендерге берсін деп тілеймін. Әр уақытта шәкірттерім мен сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Сөздерін көргеннен кешірім өтінемін. Сізге арнаған жалпы 2008 түлектерінен арналған кішігірім сыйлығымыз бар еді. Соны тартып алтын сырға 2008 жылғы түлектердің атынан сізге. Алдымен енді армысыздар, құрметті, аса қымбатты менің жерлестерім, ауылдастарым, ұлағатты ұстаздарым. Енді бұл мектептің сахнасына көре қалсақ, ең бірінші мектептің ішіне ене қалсақ, сол өзіміздің көз алдымызға мына қазіргі отырған ұстаздарымыздың біздің мектеп сахнасынан түспей жүрген кезде жанымызда ақылшы болып жүретін, әрқашан бағыт бағдар беріп жүретін кезі біздің көз алдымызда. Сондықтан сіздер енді барлықтарыңызға ең бірінші бүгінгі кеш тек қана бұл мен енді шәкірт ретінде айтайын, бұл тек қана ұстаздың кеші емес, барша отырған әріптестерге, барша ұлағатты ұстаздарға ортақ кеш деп есептеймін. Барлықтарыңызға құтты болсын деймін. Енді жаңа айтып өтті, бұл жерде шәкірттер атынан шығып, менің тек қана
мектептегі емес, өмірлік ұстазым. Бірақ дегенмен де Мағжан Жұмабаевтың жақсы сөзі бар ғой, алты алаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі дейді. Бұл кісі менің жанұяда, үйде ғана емес, өмірінің көп бөлігі мектепте өткенмен қатар, осы мектеп қабырғасында біраз дүниені өзінің бойындағы барлық тек қана білімді ғана емес, шығармашылық қабілеттің барлығын бойыма сіңіре білді. Ең бастысы сол үшін де барлық жоғы 5 әріптен тұратын, адамзатқа арнайтын бар қуатын, ұстаз деген құдірет қой, құдіретке қалай қарсы шығасың? Баласынан үміт арман тосатын, аямайтын ақ тілеулі батасын. Ұстаз деген құдірет қой, құдіретті ұстаздарым жасасын дейді. Әрқашан енді осынау үлкен ұстаздық деген ұлы есімді бір дақ түсірмей арқалап осы уақытқа үйреттіңіз деп есептеймін. Сіздің осы алақандай ауылдан сонау Алатауға аты жететін, әрісі Атырауға дауысы жететін үлкен биіктерді бағындырып жүрген шәкірттеріңізбен ақ сіздің жетістігіңіздің қандай екенін есептей беруге болады. Айтатын тілек көп. Сіздің негізінен бүгін сізді мақтайтын емес, сізбен мақтанатын күн. Тек қана осы тұрған барлығына жаңа айтып жатқан кіріспе сөздің барлығы орынды. Әр жақ шетте тұрған Дарияда тек қана Абай оқуларында мен емес, Дарияда бірнеше рет аудандық Абай шәкәрім оқуларында жүлделі орындардан көрінген, сол сияқты ауыз толтырып айтатын шәкірттер өте көп. Алыстан сәлем жолдап жатқан жаңағы Орай Алтынсарин медалін алған тағы бір шәкірті бар. Және қазір бүгін шәкәрім шаңырағында үлкен конференция болып, сонымен жете алмай жатса да, Еркебұлан шәкіртіңіз үлкен бейнероликпен қазір артынан көрсететін боламыз. Және Әлихан Бөкейханов университетіндегі бір шәкіртіңіз үлкен сәлемдемесін бейнероликпен бейнелеу жасап жеткізіп жатыр. Ең бастысы осымен сіздің мектептегі тек қана мектептегі қызметіңіз тоқтағанмен, өмірлік қызметіңіз тоқтамақ емес. Жаныңыздағы жақындарыңызға осынау өткен қарап тұрсаңыз, ең алдыңғы шәкіртіңіз қазір өзіңіздің әріптесіңіз. Сонымен қатар осындай шәкірт емес, өзіңіздің әріптес деңгейіңізге көтеріп, бойыңыздағы әлі де бар қарым қабілетіңізді осы әріптестеріңізге, сол кісілермен бөлісіп, жанымызда әрқашан қуанышымыз болып жүре беріңіз. Енді шәкірттердің атынан тілек жеткізіп жатырмын, бірақ енді көзіңіздің ағы мен қарасы болатын үш қарғаңыздың атынан әкеміз екеулеріңізге Шипажайға путевка. Мейрам Айшамағалин, бүгінгі сіздің зейнет жасқа келген мерейлі күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біз Мейрам Айшамағалиннің 4-ші бітірген сыныбымыз, 2013 түлектер, кенже сыныптардың біріміз. Бізге 5-ші сыныптан бастап 2013 жылға дейін 11 бітіргенше біздің екінші анамыз бола білді. Бүкіл сыныптың қай пәннен болсақ та, әрқашанда біздің сыныптың тек қана қазақ тілі мен әдебиет пән емес, басқа да сыныптан, басқа да сабақтардан оқып балалардың үздік баға алу үшін көп тер төккен, ондай еңбекқор, қамқоршы сынып жетекші бола білді. Біздің сыныпта 40-қа жуық оқушы болғанмен, ұбт-ға 17 бала барған болатын. Сол кезде қазір қарап отырсақ, осы 9 жылдың ішінде сол мектеп 11 бітірген 17 баланың 17-сі де мемлекеттік қызметте жұмыс жасап отыр. Оның ішінде мұғалімі де бар, дәрігері де бар, мал дәрігері, демесе ішкі істер қызметшілері деген секілді. Осы жағымен мақтанып айтамыз, сіздің арқаңызда жеткіземіз. Сіз енді кейінгі ғұмырыңызда үлкен отбасыңызда көптеген қуаныштар бола берсін. Мықты денсаулық тілейміз. Сіздің артыңызда
сіздің орныңызда озып өтетін шәкірттеріңіз көптеген жетістіктерге жете беріңіз. Сол жетістіктермен марқайып, қуанып, күліп ойнап жүре беріңіз. Сіз туралы айтатын дүние көп қой. Осы біздің Қара Шаңырақ мектебіміздегі айта алатындай ешкімге ұқсамайтын ұстаз. Себебі ол кісінің балаларға деген білім берген кезінде ол кісі ұрыспайды ешқашан. Кабинетке кіріп барған кезде балалар өзінен өзі тыныш отырады. Тәртіп балалар Мейрамбаша мұғалім сөйлемесе де балалар тыныш отырады. Бізде солай болды енді. Мүлдем бірақ ешқашан ұрысып көрген емес, дауысын көтеріп деген секілді. Сондай бір ерекше ұстаз біз үшін өте қымбатсыз. Енді бізде де бүгін жұма күні жұмыс күні болғаннан кейін көпшілігі жұмыста осындай келе алмады. Дегенмен сыныптастар видео жолдап жіберді. Қазір көрсетеміз оны. Барлығы сізге үлкен алғыстарын білдіріп жатыр. Қалған ғұмырыңыз баянды болсын. 100 жасаңыз дегім келеді сізге. Үлкен рахмет сізге. Құрметті мектеп ұжымы, бүгін біздің мектеп үшін өте бір қуанышты күндердің бірі деп білемін. Біздің ұлағатты ұстазымыз Мейрамбаша мұғалім, зейнет жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Сізге көп рахмет. Осылай бізге бағыт бағдар беріп, әрқашанда бізге ақылмен бәрін жеткізетін, ешқашанда шын дауыс көтеріп көрген емес. Сыныпта қандай да қателігіміз болса, барлығын ақылмен жеткізуге тырысатын, және де оны түсіндіре білетін, оны біз ұға білетінбіз. Енді сізге алдағы өміріңізде тек қана қуаныш тілеймін, отбасыңызда тек жақсылық болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Енді кішкентайларыңыздың қызығын көре беріңіз. Сізде енді қуанышқа көп дастархан жайылсын деген ниетпен кішігірім сыйлығымыз бар, сыныптасыңыздың. Соны табыс етейік. Сізді экранды көретін мына жаққа шақырамын сізді, біздің сыныптастардың сізге жолдаған видео жолдауы. Шоққа ақшаны жаққа қалай алып